сенің жасап отырған осындай мерекеңнің басы болсын. Бұған сен деген көп жыл еңбегіңмен осыған келдің. Әйтеуір мен бір қатты ауырып қалып, мені емдеп бастады. Содан деген әйтеуір ана оқуын оқыды, мына оқуын оқыды. Сосын деген әйтеуір осылай былайдан қарасқанша осылай болды. Осылай адам емдеймін, адамға көмек көрсетемін деп осылай шешімге келді. Ашып атқан офисің деген құтты болсын, өзіңнің денсаулығың мықты болсын. Адамдарға осылай қолыңнан келгенше көмек көрсетіп, аянбай енді. Сосын деген мына достарым келіп отыр, мына жерде деген емделіп жатқан адамдар шығар, ешкімді көп танымаймын мен деген, өзімдегі жаңа келіп отырмын. Көршілерің бар, достарың бар. Сендерге де бәріңе де құтты болсын. Мына көріп тұр, мына жерде Дана тұр. Ол да енді сенімен бірге жұмыс жасайтын шығар. Саған да құтты болсын көкем. Бәріңе де құтты болсын, бәрімізге де. Осыған енді деген ем алуға келейік. Бұлардың емі енді дәрі бермей, операция жасамай. Бұлар өздерінің деген энергиялары бар, үйренген жаңағы емімен емдейді. Сендерге қалғандарына да тілеймін осылай деп, ден сау болып, осылай сіздерде деген осындай офис аша беріңдер. Мына баланы деген алдында да бір той ашқанында болғанмын. Көкем, рахмет. Құтты болсын бәрімізге де. Аумин. Сізге зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан.